Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бұрын жеп көрмеген ерекше дәмді және де тез арада дайын болатын тауық етінен пастаны бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз тауық етін ұзыншақтап кесіп аламыз. Саңырауқұлақтарды да жіңішке етіп турап аламыз. Пиязды төртбұрыштап тураймыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, ең алдымен пиязды салып, кішкене қуырып аламыз. Тұз сеуіп, тауық етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Саңырауқұлақтарымызды саламыз. Араластырып, үстіне сливкімізді құйып аламыз. Пастаның қоюлығына байланысты үстіне су құямыз. Мен пастаның астына күрішті пайдаландым, сіздер спагетти салсаңыздар да болады. Міне бізде сливичный соус пен тауық еті дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан.